Махмудбай Әміреұлы, майдангерлер. Қай майданның жүректе жарасы бар, қайғысы мен зілі бар, наласы бар. Арамызда жүретін алшаң басып, ардагерлер азайып барасындар. Қасерлейді халқымыз қаһарманың, жүр есінде сан жарық сапарларың. Қайран ерлер, қаһарман ардагерлер, қалды-ау сиреп бұл күнде қатарларың. Ерлік сүйген еліне салтың оңар, жүздерінде жанған от жарқылы бар. Соғыс деген салмағын жалғыз сөздің, бүгінгі ұрпақ өздерің арқылы ұғар. Жасқанбаған жауынан жарықты ер, ерлігіңді аңыз деп таратты ел. Қаһармандық дегенді кейінгі ұрпақ жүздеріңне сендердің қарап білер. Дарқын мінез, дария ой, дара шындар, жарқын жүзді, жүрегі ақ, жаны асылар. Арамызда жүретін алшаң басып, майдангерлер азайып барасындар. Қаншы гимназияның 10-шы Б сынып оқушысы Шмелькова Александра. Мұқағали Мақатаев соғыстың соңғы көктемі. Жасылмен бояп қойған ба, жап-жасыл таудың бөктері, қырылар да, мына ойлар да, жап-жасыл болып көктеді. Соғыстың соңғы көктемі. Көп болды жасыл тауларға, жап-жасыл бұлттар шөккелі. Әкелді шуақ бар манға, соғыстың соңғы көктемі. Соғыстың соңғы көктемі. Көп болды нұрын төккелі. Жап-жасыл анау аспанда сірә көктеді. Бойына таудың асылып, шоғыла тұрды көк мені. Қызғанып, гүлін жасырып, қылтынақтар да көктеді. Соғыстың соңғы көктемі. Жап-жасыл шыбық талдағы, орманның жасыл шекпені. Қонта бірақ алмады, сынау бір ойды шеттегі. Соғыстың соңғы көктемі. Әбу Сәрсенбаев солдат шинелі, Советтер одағының батыры Қадыран Туғанбаевқа. Уа, сұр шинель сұрапыл кезеңдерде, өрт кешіп талай хутор селендерде, жасқанбай жауған оққа қарсы ұмтылып, сен кешкен жүздік дүлей өзендерде, тобырсып тобығымнан сорғалап су, сіресіп сыртында мұз бұрқарап бу, жат жерлікті жапыра өлгері озып, кезекті ердің үстіне орнатық ту. Кейде жаудың сыртына кетіп өтіп, төкседе оқ боранын нөсірлетіп, жел қағып желкілдеген етегінді, минаның жарқын шағы жатты кесіп. Жерім жоқпас зауғалап жан қорыған, кейде тіл алып қайтық жау орынан, жүзім суық түсінде сұрғылтанды, көзімде түн күзетіп жол тұрған, көзіне батыл қарап сұм ажалдық. Сескенбай мен әр қашан алға бардым, солдаттық көкірегіме қалған болып сен, жүрегімді қатерден қорғап қалдың. Номер 40 гимназияның 11-ші Г сынып оқушысы Сапаев Мансур. Жұбан Молдағалиев. Бір бассаң да алға бас, өжет елдің жігіті, үшін алмай шыдар ма, кескілескен дұшпанын кесіп түспейтін арма. Тайынба, жолдас жауынгер, ел тағдыры қолыңда. Тайынбасаң оқ пен от, бөгет болмас жолыңа. Халықтың ыза кегінен, сауыт киіп сан қабат, жай түсер жаудың шебіне, жауызды өлтір саңлақ ат, қапы қалма қырылсың, өздері қазған орына, өздері мерт боп жығылсын. Қаския шап, қарсы бар, өмірдің нұрлы таңы үшін, бір бассаң да алға бас, миллиондардың бағы үшін. Ғафу Қайырбеков, жеңіс солдаты. Соққанда, жылына бір жеңіс күні, жаныңның жазылғанда кеңістігі. Қарт солдат, өз полкының туын ұстап, білдірмей жалғыз аяқ кемістігін. Алаңға шығуш еді таңғы шақта, полк таз бауырларын сан құшақтап, сүйісіп, амандасып болғаннан соң, қас қайып тұрушы еді алғы сапта. Соңынан тізілетін жауынгерлер, отанның әр тұсынан келген ерлер, жарқырап өңірінде ордендері, бір кезде алып берген елге бедел. Ал бүгін өзге полк солдаттары
қатарға тұрып жатыр аңдап бәрі. Оларды түгел емес, сиреп кеткен кешегі бір үйдің шаңырақтары. Жалғыз тұр, жалғыз аяқ мына солдат, төмендеп, көтерілмей ту аспандап. Жалғыз тұр, әлі келген бір адам жоқ, жаңғырып дуылдайды тулап. Жан-жақ, жоқ ешкім, күн еңкейді, жұрт азайды, қанатын түн жетектейді, бұлт та жайды, еңіреп қоя берді бетін басып. Солдаттың бәрін бүтін жұтты қайғы. Дейтіндей, мезгіл емес, ертең, бүгін, еске алдым 44 жыл өткендігін. Дәл бүгін сол солдаттай ұққан жан жоқ. Жалғанда жалғыздықтың не екендігін. Мен Абдухалықұлы Алишермін. 9 Б сынып оқушысымын. Сабит Мұқановтың «Қазақтың нартоғасы» өлеңі. Советтің саналы еркегі деп, жігіттің қыз қызығар көркемі деп, Бауыржан Момышұлы жер жүзінде тарапты барлық елге ертегі боп. Барсам да қай континент қай аралға, замаңнан аз хабары бар адамда. Білмейтін Бауыржаны жан көргем жоқ. Мен бұған қуанам да, таңданам да. Айтайын ең аудымен қуанышты, қазақта ұл туғанмен талай күшті. Жер жүзін тамсандырып Бауыржандай, есімі қайсысын хатқа түсті. Ауылдың қалды көбі аумағында, Бауыржан Катюшадай лаулады да, өртеді фашистерді, сондықтан да таниды досы түгіл жау жағыда. Мен Галузина Настямын, 9 А сынып оқушысымын. Мұқағали Мақатаевтың Бауыржан Момышұлына өлеңі. Аға, саған білмеймін не айтарымды, қай қырынан білмеймін байқарымды. Көңілдегі ой көмейге кептелді де, түрмесіне кеудемнен қайтарылды. Қайтерімді білмеймін не айтарымды, жасқануды білмеу шиым, жалтаруды. Неге көңіл білмеймін ақтарылды, ақ тұлпарым бар еді саған деген. Алып ұшпай ол неге антарылды, сен зару емессің ғой көрметке. Сырлы аяқтың сыны бар, сыры кеткен, алтында алмаста емес жалтылдаған. Бір сый бар, аға, саған тартылмаған. Ұрпақтар аңыз етіп айта жүрер, сыйдай да он есе артық даңқынмаған. Гүлсана Тілеубек қызы, желбіреп жыңыз жалауы. Желбіреп жыңыз жалаулы, алаулап жанып алаулы. Қазағым бүгін азат ел, қуанышты бұл жаңалық. Азаттық сыйлап жана күн, армандап келген сан ғасыр. Бұл жыңыз оңай келген жоқ, жан бірескен, жан алып. Азаттық үшін шайқаста, жауынгерлер жаралы. Қаншама мына қазаққа жеңіс күнін сыйлады. Жеңіс жыры. Өрт лаула бұрқырап қорғасын, шеңгелін қанда ажал жайғанда, ойрандап жауыздың ордасын. Болдық біз найзағай майданда. Жеңіс туы, желбіресін мәңгілік. Жеңіс жыры, асқақтасын жаңғырып. Бел шешіп қабағын ашпаған, бой жазды күлімдеп қалың ел, әлемді апаттан сақтаған, жеңіспен оралды жауынгер. Жеңіс туы, желбіресін мәңгілік. Жеңіс жыры, асқақтасын жаңғырып. Жеңісім салтанат сан сәулет, өмірім өркендей береді. Жеңісім береке бақ дәулет, осы ғой адамға керегі. Менің атым Прокопов Никита, және мен 8 А сынып оқушысымын. Майдангерлер. Қан майданның жүректе жарасы бар, қайғысы мен зілі бар наласы бар. Арамызда жүретін алшан басып, ардагерлер азайып барасындар. Қастерлейді халқымыз қаһарманын, жүр есінде сан жарық сапарларын. Қайран ерлер, қаһарман ардагерлер, қалды ау сиреп бұл күнде қатарларын. Ерлік сүйген еліне салтын ұнар,
жүздерінде жанған от жарқылы бар. Соғыс деген салмаған жалғыз сөздің бүгінгі ұрпақ өздерін арқылы оғар. Жақсанбаған жауынан жарықты ер, ерлігінді аңыз ғып таратты ел. Қаһармандық дегенді кейінгі ұрпақ жүздеріне сендердің қарап білер. Дарқан мінез, дария ой дара шындар, жарқын жүзді жүрегі ақ жана асылдар. Арамызда жүретін алшан басып, майдангерлер азайып барасындар.